Барлықтарыңызға ассалам алейкум. Бүгін карамельный пирог дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға қант саламыз. Бөлме температурасында тұрған майды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызға қамыр қопсытқыш салып араластырамыз. Оны массамызға салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникке саламыз. Начинкасын дайындаймыз. Ол үшін варенка, жұмыртқа, салқын сливки қосамыз. 2 ас қасық кукуруз крахмалын қосамыз. Бәрін жақсылап миксермен немесе блендердің көмегімен біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осындай асты шешілетін формамызға қамырымыз жақсылап жайып аламыз. Шет-шетін көтеріп формамызға кигіземіз. Артық жерлерін осылай кесіп алып тастаймыз. Массамызды құйып 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Піскен пирогымызды 2 сағат бөлме температурасында және 2 сағат холодильникке салып, жақсылап суытып барып бірақ кесеміз. Барлықтарыңызға ас болсын.